жастармен сөйлесе алмайсың ғой. Понятно, түсініктері басқа. Цитатамен сөйлейді ғой, цитатамен. Өйткені телефонмен өсіп жатқан балдар ғой. Инстаграм, Фейсбук, тағы бірдеңелер. ТикТок дегендер бар қазір. Жастармен тыңдап отырсаң, әңгімелері қызық, тос айтып тұрғанда да сөйлегенде. Жизнь дается один раз дейді. Ет жей құрсын. Не дейді? Родители не выбирают деп қояды. Қой дейді. Баяғыда біз мақалмен сөйлейтін, цитатамен сөйлейді. Жастар түсінбейсің бар ғой. Жастар былай түсінейік, өзіміздің балдарымыз түсінбейміз ғой. Біз өзіміздің балдарымыз түсінбейміз. Біз балдарымыз қазір басқаша бар ғой. Олардың балалық шағы басқаша. Қазір балдар бар ғой, үйге кірсең, түрлері настроение отырады ғой. Еще түрлерін көрсетіп отырады кәдімгі ғой. Не болды десең, скучно мне дейді. Құдайдың құтты күнінде нағыз скучно сендерге дейсің. Не болды десең, не знаю, скучно дейді. Еще көз алдында жүреді ғой әдейі. Үйдің іші оншық толып тұр. Телевизор, мультфильм жүріп жатыр. Холодильник тамаққа толып тұр. Білмеймін, скучно соларға. Не скучно деп, әрі десе олардың көңілін тауып кетесің. Давай завтра тогда сделаем, да? Завтра пойдем туда, завтра потом поиграем. Хорошо? Сегодня нормально? Да, десе, сонда да. Ладно. Біздің кезіміз нағыз скучно ғой екен ғой қазір. Тым жоқ қой, тым. Не телефон жоқ, не телевизор жоқ. Телевизор болатын өзі. Бірақ сағат 11-ден, таңертең 11-ден, кешкі сағат 6-ға дейін технический перерыв деген болады еді, білмеймін. Не перерыв екен білмеймін, сол сағат 11-ден бастап кешкі 5-ге дейін жұмыс істейтін уақытта. Қосып қалсаң тың деп тұрады. Бетінде штрих код па бірдеңе шығып. Еще телевизордың бетін жауып қояды дедік қой, білесіңдер ме? Әлі кружевный бірдеңелермен жауып қоясың деп, білмеймін, біреу шығып кетеді деп қорқасың ба құрсын. Сол кезде білмеймін, не түсінік деймін бе, неге жауып қойдық, мен түсінбеймін, ашық тұрса да болады екен ғой. Үстіне ваза қойып қоясың еще кәдімгі ғой. Ол телевизордан арттарын мындай еді ғой еще. Сонда 7-8 жас оқимыз де сонда бұларсың. Ана балдар айтады ғой, ауылдағы балдар. Телевизордың ішінде адамдар жүреді екен десе, артында тесіктен қарайтын едік қой. Сонда 7-8 оқимыз, да тупой болғанбыз ғой деймін де. Бізге ешкім ештеңе айтпаған ғой сонда деймін де. Сен қазіргі балаға айтшы, телевизордың ішінде біреулер жүреді, мынандай кішкентай адам деші. Өзің бетің қарап тұрады бүйтіп. Дурак что ли деп. Қазірлерден сұрасаң, бұлар айтады, специальная студия, где там снимает, и через интернет передается, и там стоит специальная там бірдеңе тарелка. От этого приходит сигнал к телевизору, и там все каналы показывают. Они там сидят деп. Өзің дұрыстап жүреді ғой. Өзіміз ұмытып кетеміз сұрақ қойған бізде. Уже балдардан сұрайсың уже, где сидят деп. Балдар ақылды ғой. Балдар ақылды. Сонда біз 7-8 оқимыз, да тупой болғанбыз. Телевизордың артында адам жүреді деген соған сеніп жүрдік қой.